Құран оқып берсе біреуіне, сол үшін ақша алатын болса дейді, оқыған Құранында дейді, ешқандай сауап жоқ дейді. Оқыған Құраныңда сауап жоқ ода дейді. Сен жатқан мәйетке, өліге не бағыштайсың дейді. Біз мақсатымыз сол өлген адамға сауап бағыштау емес па? Сен дүние үшін оқыған болсаң, мал дүние ақша үшін оқыған болсаң, ода лам ямнау истихағу сауап дейді. Ода ешқандай сауап жоқ дейді. Сол сияқты Фатул Қадирді келтіреді, имам Қазихан келтіреді сол мәселені. Тағы кімді дейді? Қараңыз, Құран шығартқан адам дейді. Валау алима аннаху ла сауабун лаху лам юдфа лаху фаласан вахидан дейді. Кімді дейді? Мұна Құран үшін ақша алатынды дейді. Немесе ақша үшін Құран оқитынды дейді. Білетін болса дейді, бір тиын да ол үшін жұмсамас еді дейді. Бір тиын жұмсамайды дейді, егер соны білетін болса дейді. Онда дейді, ешқандай сауап жоқ дейді. Ибн Хумам рахимулла айтады. Рия деген мағынасы дейді, рия деген Алла үшін емес, басқа нәрсе үшін құлшылық ибадат қылу, сол рия дейді. Рия деген мағынасы сол дейді. Біз әрбір іс-әрекетіміз Алла ризалығы үшін болу керек дейді. Біз егер Алла үшін Құран оқымай, мал дүние үшін оқитын болсақ, ол не болды? Ол рия болды. Ол рия үшін оқыған адамға ешқандай сауап жоқ дейді. Ешқандай сауап, керісінше күнә бар дейді. Ол жатқан адамға күнәні бағыштайды ма дейді.